Орда жыланның көшуі. Бір жылы жаздың аптап ыстығында Қаратау бөктеріндегі бір кішкентай ауылда таңғажайып әрі қорқынышты оқиға орын алды. Сол күні таң ала кеуімде ауыл маңындағы қойшылар тауға қарай мал айдап жүргенде жан түршігерлік көрініске тап болды. Қаратаудың етегінен ауылға қарай қаптаған қара шылбырынды жылан жылжып келе жатты. Бұл ордалы жыланның көшуі еді. Мыңдаған жылан шоғырланып, бір бағытта баяу жылжыған сайын жер қара-қошқыл сызықпен боялып жатқандай болды. Қойшылар үрейленіп ауылға қарай құйындатып шаба жөнелді. Жылан қаптады деген хабар ауыл ішіне оттай тарады. Жыландар күн өткен сайын ауыл шетіне жақындап, бос қалған үйлерге жайғасып жатты. Ескі сарайлар, қоймалар, тіпті ауыл шетіндегі қираған мектептің іші жыланға толып кетті. Түнде ауылды жайлаған тыныштықтың орнын әртүрлі сыбдар, ысылдаған дыбыстар басты. Бір күні ауыл ақсақалдары жиналып, бұл жағдайдың себебін табуға тырысты. Олар бұл оқиғаны жердің киесі деп болжады. Таудың басындағы ескі үңгірдің ішін бірдеңе мазалаған болуы мүмкін. Сол себепті жыландар тыныштықты іздеп, ауылға қарай көшкен дейді. Ауыл тұрғындары амалсыздан үрейлерін тастап, көрші ауылдарға көше бастады. Бірақ арада бір жас бала батыл Жомарт бұл жұмбақтың сырын ашуға бел байлады. Жомарт таң атқанша тауға қарай өрмелеп, ордалы жыланның шыққан үңгірін тапты. Ол жерде үлкен ескі жәдігер тас жатқан еді. Тастың бетіндегі ежелгі жазуларда бұл жерді мазалама, жылан иесі оянады деген сөздер ойып жазылған. Ауылға қайтып келген Жомарт ақсақалдарға көрген білгенін айтып берді. Олар үлкен кеңес құрып, тасты қайта орнына қоюға шешім қабылдады. Тас орнына қойылған соң, жыландар жайлап өздерінің бұрынғы мекеніне қарай қайта жылжи бастады. Ауыл қайта тіршілікке енді. Бірақ тұрғындар бұл оқиғадан кейін тауға жақындаудан мәңгі бас тартты. Видео ұнаса, арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше, қош сау болыңыздар.